Сәлем достар, бүгін термомикспен ең үздік вареньелердің топтамасын дайындап қойдым, соны бірге жасайтын боламыз. Бірінші клубника вареньесінен бастаймыз. Клубника осылай түйір-түйір езілмей шығу үшін бірінші біз тазартпастан бұрын жуып аламыз. Варенье үшін бізге қант, су және клубника қажет болады. Достар, бұл видеода мен сіздерге клубниканы термомиксіде жуып көрсеткім келіп тұр. Ол үшін паровая корзинаға клубниканы тазартпай саламыз. Мен ірі емес, шағын сортынан алдым. Банкада де әдемі көріну үшін. Паровая корзинаны чашаға саламыз, сөйтіп су құямыз. Шамамен 1,5 литрдей. Оған жақсы тазарту үшін ас содасының 1 шай қасығын салсаңыздар болады. Программаны 40 секунд, не болмаса 1 минут 5-ші жылдамдықта қоямыз. Дайын болды. Жеміс-жидекті басқа ыдысқа құйып алып, термомикс чашасын тазартамыз. Судың ылас екенін көрсеңіздер болады осы жерден ақ. Чашаны бір шайып жеріп, орнына қоямыз. Сосын клубникалардың шөптерін алып, тазартып, қайтадан чашаға саламыз. Чашаға қалауыңызша қант қосып, оған су қосып, крышкасын жауып, қайнатамыз. 10 минут 100 градус реверс 1-ші жылдамдық. Егер сізде клубника аз болса, онда 5 минут қайнатсаңыз да болады. Менде 1 килограмм болды, сондықтан уақытын ұзарттым. Минутта вареньеміз дайын болды. Ешқандай да езілмей, бүтін, топ-тұтас. Енді чашаның крышкасын пайдалана отырып, ыстық банкаларға құйып аламыз. Дайын, ас болсын. Екінші вареньеміз ол малина. Малина тіпті де аз уақытта піседі. Ол үшін бізге малина, қант және лимонның суы қажет болады. Ең бірінші малинаны теріп аламыз. Малинаны термомикс чашасына саламыз. Оған қант, лимон суын құямыз. 30 секунд 5-ші жылдамдықта езіп аламыз. Бір келкі текстура шықты, енді оны 9 минут 90 градус 1-ші жылдамдықта қайнатып аламыз. Вареньеміз дайын болды. Оны ыстық банкаларға салып, қақпағын жауып, төмен қаратып, қараңғы салқын жерде ұстаймыз. Бұл вареньемен сіздер блины, оладьялар сәндесеңіздер болады. Сонымен қатар салқындағанда ыстық шаймен тұмауыңызды кетірсеңіз болады. Ас болсын. Келесі варенье ол алмадан. Ол үшін бізге алма, қант, су, корица, лимон қажет болады. Ең әуелі чашаға 200 грамм су мен 900 грамм қант құйып, 15 минут 110 градус 2-ші скоростьта қайнатамыз. Дәл осы уақытта алманың ортасын тазартып, қабығын алсаңыз да болады. Майдалап тураймыз. Және де лимон суын дайындап аламыз.
бір лимоннан осындай сок шықты. Сироп дайын болды. Енді чашаға алма, лимон суы, корица дәмдеу үшін қосып, 25 минут 100 градус реверс бірінші жылдамдықта қайнатамыз. Алма вареньесі дайын болды. Оны стерилденген банкілерге құйып, қақпағын жауып, салқын әрі қараңғы жерде сақтаймыз. Төртінші варенье слива вареньесі. Бұрын соңды дайындап көрмеппін, бірақ маған ұнады. Дәмі ерекше болады екен. Ең бірінші термомикс чашасында қант пен суды қосып сироп жасап аламыз. 15 минут 110 градус екінші жылдамдық. Осы уақытты тиімді пайдалану үшін сливаны тазалап тураймыз. Қант сиропы дайын болды. Сливаны чашаға салып, 30 минут 100 градус бірінші скоростьта дайындаймыз. Вареньеміз дайын болды. Банкаларға құйып, қараңғы жерде сақтаймыз. Абрикосовый варенье енді менің сүйікті вареньеме айналды. Қою, қанық, бал тәрізді. Бір лимонның соғын алып, қабығын чашаға саламыз. 10 секунд 8-ші жылдамдықта езіп аламыз. Осы уақытта абрикосты турап аламыз. Чашаға өлшеп саламыз. Қант, лимон соғын қосып, 40 минут 100 градус бірінші жылдамдықта реверс қайнатамыз. Крышкасын алып тастап, паровая корзина қоямыз. 40 минут қайнайын дегенше өзіңіздің шаруаларыңызбен айналыссаңыз болады. Комбайнның ыңғайлы жері осы, қолмен араластырып, қасында тұрудың қажеті жоқ, өзі жасай береді. Вареньеміз дайын болды. Банкаларға құйып, қараңғы жерде сақтаймыз. Қыс бойы рахатын көреміз. Ас болсын. Достар, видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз.